Жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы жалғасуда, шымылдық жабылды. Екі аружанның бірін бүгін үміткер таңдап келді. Ал қай аружан екенін әлі ешкім білмейді. Белгі кезекті. Бізде кімнің қолында Хамрақұл? Зухраның қолында екен. Мен ерке қызбын дейді. Қалың малым 6 миллион ерке қызбын дейді. Бізде миллион деген сөз жиі айтыла бастады бұл студияда. 1 миллион дейміз, 2 миллион, 6 миллион. Бара-бара қиындап бара жатыр маусым өткен сайын. Жігіттердің шаша қара бастады. Ал үміткердің таңдауы? Екеуі де өте әдемі. Екеуі де жас. Екеуі де 19-да. Екеуі де аружан. Бір-бірін өте жақсы түсінетін. Батыс аружан. Сәлеметсіз бе, Диана ханым? Қайырлы күн. Қатты толқып тұрмын негізі. Қатты толқып тұрсыз. Қатты толқымаңыз. Барлығы жақсы? Бәрі жақсы. Көңіл керемет? Керемет. Аружан, көңіл күйіңіз түсіп қалмады ма? Барлығы жақсы? Дұрыс па? Диана ханым, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Бәрі жақсы. Прям қуанып тұрмын Аружан үшін. Бірінші сол үйленіп кетсін. Сосын мен. Сосын мен дейсіз. Сосын мен. Бұл жол керісінше үміткердің таңдауы Тараз аружан. Бұл да кішігірім пранк. Бұл мини-пранк. Ауру қалса да әдет қалмайды деген осы шығар. Кешірім сұраймын алдын ала көрермендерден. Аружан, сіздің эмоцияңызды, таңғалуыңызды көргіміз келді. Қатты таңғалдым деп ойлаймын бар ғой. Бетім ысып кетті ғой. Ысып кетті? Қане, ұстап. Ойламадым мен. Шынымен де қызып тұр. Ал, не істейміз, суға жетпе? Кішкене басыла ма? Басылып алды. Онда біреу сөйлей тұрсын ба? Біреу сөйлей тұрсын. Солай ма? Ал, шаблан айтам дейді. Шабланның біраз сыр құпиясы жиналып қалған сияқты мен енді байқап жүрмін. Сырттай. Жоқ, Диана ханым, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Ешқандай сырым жоқ. Қойыңызшы, бар ғой. Бар ғой. Қандай? Білмеймін. Жоқ па не? Жоқ, ешқандай сыр жоқ. Аружанға не айтасыз? Қандай нұсқаулық, қандай кеңес? Кеңес, ешқандай кеңес жоқ. Жоқ па? Сәттілік. Сәттілік дейді. Аружан, қобалжуыңыз басылсын, сіздің алғашқы үміткеріңіз. Бәлкім кешегі эфирден кейін сізді байқап, сіз айттыңыз ғой, мен ер азаматымды күтемін, маған қолдау қажет, мен ана болғым келеді, жар болғым келеді деп, осы сөздерді естіген жігіт Ханзада келді. Қарсы аламыз ба? Аружанның алғашқы үміткері студияға келсін, танысамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы бәрі. Есіміңіз? Есім Олжас. Олжас мырза. Жасыңыз? Жасым 26-да. 26-да? 26-да. Аха, қай жақтансыз? Жамбыл облысы Құлан ауылының негізі тумасымын. Түсінікті. Өзіңіз дәл қазір Алматыда тұрасыз ба? Мен Алматыда 10 жасымнан бастап осы жақта оқып, осы жақта жұмыс істеймін. 16 жыл бойы Алматыда тұрып келатыр. 16 жыл бойы Алматыдасыз, түсінікті? Негізі туылған жерім сол Жамбыл облысы. Жамбыл облысы, түсіндік. Немен айналысасыз? Кәсіп, жұмыс, қызмет? Мен театрда жұмыс істеймін. Театрда? Негізгі мамандығым хореограф, қазір балет әртісі болып жұмыс істеймін. Өнер адамысыз. Түсінікті. Бұрын соңды үйленгенсіз бе? Жоқ, үйленбегем, бойдақпын. Аха. Балам жоқ. Аружанды білесіз?
Аружанды иә көрдім эфирдан. Неге Аружанды таңдадыңыз? Неге Айлита емес, неге Айдана емес, Күнпатша емес, Аягөз емес, нақты біздің Аружан? Аружанды таңдаған себебім, себебі сүйкімді, қылықты, ерке, ақылына көркі сай қыз деп ойлаймын. Қанша ерке болса да, сонша өзінің бір мінезі, ойы, пікірі бар тұлға, 19-да болса да. Енді қыз қылығымен дейді ғой. Не қалайтынын жақсы біледі. Ал Аружан, сіздің сұрақтарыңыз? Саламатсыз ба Олжас, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Мен таңдап келгеніңізге өте қатты қуаныштымын, мен прям қобалжып тұрмын. Қазіргі таңда Алматыда тұрам деп жатсыз ба? Иә, Алматыда тұрам. Ата-анаңызбен бірге тұрасыз ба? Жоқ, анам қазір ауылда тұрады, мен өзім осы жақта. Сіз өзіңіз жалғыз осы жақтасыз ба? Иә. Еліңіз кім? Тамамын кіші жүз. Қазіргі таңда немен айналысасыз жалпы Алматыда? Қазіргі таңда театрда жұмыс істеймін. Кім болып егер? Хореограф, биші. Маған би үйретемін десеңізші, мен мүлде билеп білмейді екенмін. Биге қалайсыз сіз? Вообще жоқ. Неге? Білмей баяғыда кішкентай кезімде вроде бимен айналысқан едімін, национальный, народный. Что-то білмеймін неге қазір вообще билей алмаймын. Онда дайындала отырыңыз, шымылдық ашылған соң сізге мастер-класс кішігірім өткізеді. Жана ханым, сұрай кетсем бола ма? Ассалаумағалейкум. Шыдай алмай отырсыз ба? Уағалейкум. Жаңағы хореографпын Валеринамын дедің ба? Не дедің? Қандай? Қандай би сонда? Артист балетада. Балеттан. Балерон дейді. Классический да. Аяқтың ұшымен жүресіңдер аға, бүйтпейді. Жоқ, біз жүрмейміз оны, қыздар жүреді. Қыздар жүре ма аяқтың ұшымен? Иә, біз қыздарды поддерживать етеміз, көтереміз. Анандай секіріп, иә? Иә. Театрда билейсіңдер только, иә? Иә, спектакль. Енді Ақтөренің бір орындалмай кеткен арманы биші хореограф болу еді ғой, сіздің әріптесіңіз деуге де келеді студиядағы. Сұрақтан бұрын Аружан, сіздің сұрақтарыңыз таусылды ма? Жоқ, әлі бар ма? Қойыңыз. Кейінде, мысалы, менің жаңа ерке деп атсыз қой, мінезі, қылықты деп, сол еркелігімді көтере аласыз ба менің? Иә, сол үшін келіп отырмыз. Негізі соңғы ара қатынасыңыз қашан болды, қалай аяқталды, не себепті, кінә кімнен деген сияқты? Иә, соңғы ара қатынасым осыдан бір 9 ай бұрын болған. Біз 4 жыл жүргенбіз. Ол той болады деген ойда болғанбыз, бірақ қанша көп жүргенмен қызбен бізде андай түсініспеушіліктер, ұрыс керістер пайда бола бастады. Сол себепті да. Қазір ойлап желательно тезірек үйленген дұрыс па деп. Көп жүрмей, көп созбай. Өте дұрыс. Дұрыс екен сіздікі. Кейін үйленгенде ата-енемен бірге тұрамыз ба? Жоқ, мен кенжесі болсам да үйдің ата-енемен тұрмаймыз. Себебі мен екі үлкен ағам бар, екеуі де үйленген. Ортаншы ағам анаммен тұрады, мен осы Алматыда қалам дейсіз. Сіз үшін жаңағыдай дәстүр сақтау міндетті нәрсе ма, әлде сіз оған былай бос қарайсыз ба? Қандай дәстүр? Сәлем салу деген? Сәлем салу, орамал тағу. Жоқ, ондай емес, более современный. Сізде қалай? Сіз сондайды қалайтын бедіңіз? Жоқ, егер де мен ата-енеммен тұрсам, әрине дәстүр сақтайтын едім. Егер күйеуім жаңағыдай киме қой ниет десе, оны да қолдаймын деген сияқты ғой. Айтпақшы, ең басты сұрағым менің, бойыңыз қанша? 1,85. Жақсы екен. Иә, майысып қалды біздің Аружан. Жақсы, 1,85 болса өтті керемет деді. Диана ханым, сұрақ қойсам? Сіз? Мен Асылбек. Ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдің. Уағалейкум. Аружанға сұрақ қойын деп едім. Аружан, неге сен оң жақ қолыңа сақина тағып алғансың? Ол жерге негізі үйленгенде тағады ғой сақина, былай сақина тағуға болмайды. Не үшін сол? Негізі дұрыс сұрақ қойдың деп ойлаймын. Бұл сақинаны маған 18 жасымда сыйлаған болатын. Білмеймін, осы саусаққа именно таққан өзіме ұнайды. Нау саусақ дегенде именно безымянный палец дей ма қалай? Жоқ, негізі ол саусаққа күйеуге шықпай жатып, негізі мына саусаққа сақина тақпау керек деп ойлаймын, жеке өзім. Диана ханым. Қазір шешіп тастай аласың ба, Аружан, соны? Мәссаған. Ол
сыйлықты кім сыйлады? Нұрқа тірелгені осы. Жасырмай ақ қояйын, иә, бұрынғы ара қатынаста болған жігітім сыйлады. Бірақ енді мен бұны бір андай қылып қабылдамаймын да. Подарок ретінде қабылдадым. Өзім қай саусаққа таққым келсе де өзін біл деді. Мен осыған деп қолым үйреніп қалды, былайша айтқанда. Жоқ, негізі Жоқ, мұны шешіп бере аламын. Мына тағам. Асылбекке беріңіз, бәлкім ломбардқа өткізіп жіберер. Керек дейді. Иә. Себебі ол проблема емес маған, просто өзіме осы жаққа. Жарайды, өзіңізде қалсын. Сіз үшін ол мәселе ме әлде қалай? Жоқ, мәселе емес, өзіне ұнаса таға берсін. Осындай көзқарастар. Зухра ханым. Сақинада Мен тұрған жаңа ештеңе айтайын жоқ деп деп ойлаймын. едім, негізі. Қош келдіңіз, Олжас мырза. Айтайын дегенім, негізі бір сезім болса, наверное, сол Сақинаны сақтайтын шығар, әйтпесе жайдан жай осынша уақыт просто тағып жүрмейді ғой, өйткені мен өзімнің, допустим, опытымнан айтамын, маған Асхат та біраз сыйлықтар берген, мен ешқайсысын ұстамаймын да, тақпаймын да. Енді ара қатынаста от любви к ненависти деп айтады ғой қазақшасы. Махаббаттан өшпенділікке дейін дейді ғой. Менде ондай емес. Ол адамға мен жеңіл қараймын, қалай ненавистьпен қарамаймын, өшпенділікпен. Сол себепті бұл Сақинаны мен ойбай, ол берді, битті, үйтті деп қабылдамаймын. Ол әр адамның өзінің сана сезіміне байланысты деп ойлаймын. Мынандай сұрақ, ал сен ол жігітпен не үшін айырылыстың и қанша уақыт жүрдің? Шамамен ұзақ жүрген сияқты? Мен ол жігітпен өте ұзақ жүрдім. Шамамен 2 жыл деп алайыншы, нақты 2 жыл деп алайын. Мен омен кішкентайымнан бірге өстім демейін. Сол танысқан 16 жастан бастап болатын. Неге айырылыстың деген сұрақ, себебі мен әр өскен сайын ол мен мінезімді уже көтере алмай кетті. Мен өзімнің қылықтарым шыға бастады, ешкімді тыңдамайым деген сияқты, бәрінен алшақтайым деген сияқты. Ол нәрсе өте қиын болып кетті ол адамға. Мені қатты жұдырығында ұстағысы келді, бірақ мен уже шыдай алмай кеттім. Сонымен ары созғылап ойландым, бері созғылап ойландым, жүрдім. Сонымен бір күн айттым, мен бұл сезім жоқ, қоя салайық, бұл әшейін жүріс болып кетті, дым арты жоқ, аяғы жоқ. Себебі ол кісі алыс жақта жұмыс жасайтын, 2 ай осында, 1 ай Таразда деген сияқты да. И басындарында әрине ол күтіп керемет болып жүрдім. Кейіннен уже қиын болып кетті, себебі бәрібірде оқу бар, жұмыс бар деген сияқты нәрседі. Ол контролировать еткісі келеді, ал мен бағынғым келмейді деген сияқты ғой. Сол себепті. Мысалы, сен ертең үйленсең, сонда жігітіңе, күйеуіңе бағынбайсың ба? Сен қазір бағым келмеді, иә? Сен, мысалы, осы бағдарламаға үйленуге келдің, иә? Мысалы, бізде в любом случае менталитетте солай. Ер адам басқарады. В любом случае, где-то ты должна прогинаться. Дұрыс қой, бізде қазақта әйел адам бір саты еркектен төмен тұрады дейді ғой. Мен төмен тұруға дайынмын ғой, бірақ просто мен ол адамды мұнда отырып жамандағым келмейді, себебі білем, оның ата-анасы көріп отыр, менің ата-анам көріп отыр. Мен ол жігіттің абыройын түсіргім келмейді бұл жерде. Мен кінәлі бола салайын, себебі жігіттің абыройы қыз үшін бірінші орында тұру керек. Мен оны жамандамаймын ешқалай. Диана ханым, бола ма? Иә. Аружанға сұрақта, егер де саған келіп отқан үміткер, мысалы, саған ұнайды да, ұнап қалады, бәрі жақсы болады, бірақ ол да бұрынғы отношениясынан қалған осындай Сақина тағып жүрсе, оң қолына мен тастай алмаймын, маған келген сыйлық, мен ол бұрынғы отношениямды құрметтеймін деп шешпей жүрсе, саған қалай қарайсың? Мен спокойно қараймын, себебі ол адам мен жанымда, мен жақсы көреді, менімен күнде сөйлеседі. Мүмкін ол жай ғана бір естелік сияқты, мысалы менің көзқарасыммен ол жай ғана естелік болды. Ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Негізінде естелік ретінде үйде сақтап қойға болады ол нәрсені, ал әрдайым өзің қасында еще безымянный пальцта. Безымянный палец ол деген уже мағынасы көп нәрсе ғой. Ол тек неке қиылғаннан кейін ғана салынатын саусақ қой, Сақина салынатын саусақ. Например, сен онда күн сайын өзіңмен ұстап жүрсің, ол в будущем даже үміткерің емес, ал болашақ күйеуіңмен үйленгенде сен сол Сақинаны тағып жүрмейсің ғой. Жоқ, қазір ломбардқа өткізсең үйіңе қойып қою керексің деп ойлаймын.
сен сол сақинаны негізі оң қолға емес сол қолға тағып жүрсең болады ғой, егер де прям сақтап жүрсің десе. Жоқ, мен былай түсіндіріп кетейін, бұл сақинаның размері маған бір дәуді, и менің, получается, сол қолымның сақинасынан түсіп қала береді. Бір рет сөйтіп жоғалтып алдым да, и поэтому оны аяққа тағып жүремін всегда. Асылбек ішінен одан да жоғалтып алғанын жақсы еді деп отырған сияқты ішінен. Негізі Диана ханым сыйлық, естелік дегенді сол отношение қашан бітті, сол уақытта алып тастау керек деп есептеймін өз басым. Бірақ анда бауырым, саған қалай әсер етеді бұл жағдай? Мысалы, өз ойыңды толық айтып кетсең. Иә, сақинада тұрған мен ойымша ештеңе жоқ. Қазір біздің отношениеміз басталғанша таға берсін, пожалуйста, мен оны ешқандай қарсылық етпеймін. Ертең отношение басталғаннан кейін сен алып тастай аласың ба сол сақинаны? Ертең отношение айтам, ол просто сөзбен түсіндіріп айтсаң түсінетін қыз деп ойлаймын. Ертең отношение басталғаннан кейін сіз маған басқасын бересіз, сосынан алып тастаймыз, иә? Әрине. Не, оған дейін тағып жүре берем дейсіз ғой да? Енді бұл кісі айтып жатыр ғой, біз әлі отношениеда емеспіз деп. Мен айтып жатырмын, отношениеда болсақ, бұл кісі маған басқасын береді, мен бұны шешемін деген сияқты. Асхат мырза? Меніңше, Аружан, сен сол жігітті әлі ұмытамай жүрсің ау, соған қарағанда. Мен ойымша, сен ұмытамай жүр, өйткені бір жоғалтып іздеп, зорға деген тауып алдым деп, былай эмоциямен кәдімгідей айтып жатсың. Меніңше, сен сол жігітті ұмыта алмай жүрсің. Құрсын алтын ғой, алтынды кім жоғалтқысы келеді? Өзін ойлашы. Былай қояйық онда сұрақты, Асхат мырза. Егер де, мысалға, осы үміткермен ештеме болмай, келесіде сенің экс жаңағы жігітің келетін болса, осы жерге, мен өзгердім, күйем, сүйем, өлем, бәрін сен үшін істеймін деп, шымылдық ашыла ма? Егер де ол келетін болса, шымылдық мүлде ашылмайды. Себебі мен сол ара қатынасты сол жерде тастап кеткенмін. Шыдамның да шегі болады. Болды ғой, онда тек қана алтынды ғана жақсы көріп тұр ғой, жігіт емес. Әшекей бұйым бағалы тас болғаннан кейін. Ақтөре, Айдана. Ондай болса, былай бітейік онда. Ол келді, шымылдық ашылмады, иә? Сақинам бер, соны алып кетуге келдім десе бересің ба? Пожалуйста, пожалуйста. Мен ол адамның онда емес екенін білемін. Ол адамның гордости. Бүйтіп айтып тұрсың, мүлдем ашылмайды. Сен ашылмайды. Тағып жүрсің ғой. Ол саған сыйлап беріп тұрды, сен де оны сыйлап енді аша салуға болады. Ашып бере саламын. Ашып береміз. Бүгін салып жіберші сол сақинаңды құрсын. Құрсын, ол Атырауда. Атырауда ма? Біледі, сен қаяқта екенін білесің, сөйлесіп жүрсің ба? Жоқ, мен просто білемін ғой енді. Қанша уақыт мында, қанша уақыт анда деген сияқты. Ай санау оңай ғой. Ара қатынастарын қашан тоқтады, Аружан? Ара қатынас бізде білесіз ба? Бір 4-5 ай көлемінде болып қалды. 4-5 ай бұрын бітсе де, сен әлі де оның қайда жүретін білесің ба? Себебі ай санау оңай деп тұрмын ғой, мен білем, ол 2 ай осында, 2 ай анда, 1 ай мұнда екен білем, оңай ғой санау. Диана ханым, кешіріңіз. Айдана. Сәлеметсіз бе, Диана ханым? Өте көріктісіз. Аружан, құтты болсын жаңа үміткерің. Аружан, саған сұрақ мен бағана. Что не искренне болып қалды ма кішкене? Ну, ничего страшного. Аружан, енді білмеймін, кешеден бері айтып жатырсың, балалық махаббат, еш нәрсеге қарамаймын, материалдық жағдай, в принципе, важно емес деп. Сақина, жаңа ғана мына жігіт келіп отыр, айтып жатырсың, маған жаңадан сақина алып бересің ғой, біз екеуміз ара қатынаста болғанда деп. Сен балалық махаббатпен тиіп кетейін деп тұрған жоқсың, жаным. Сен тек қана өзіңнің жауапкершіліктің барлығын бір адамның мойнына ілгін келіп тұр. Ну, бұл тек қана менің пікірім енді. Енді Олжас мырза, қош келдіңіз. Сізге сұрақ. Мен жаңа айтып кеттім ғой, Аружан жұмыс істемейді, әлі студент, сіз өзіңіз театрда жұмыс істеймін, хореографпын деп айттыңыз, дұрыс па? Сіз енді Аружанмен ара қатынаста болсаңыз, ертең үйленіп жатсаңыз, сіз отбасыны қалай асырайсыз? Оқуда ғой, дым ақшасы жоқ. Мен бір нәрсе осы жерде, Олжас, ренжімеңізші, бір нәрсе айтып кетейін. Мен Алматыда жұмыс жасап жатқан жоқпын. Негізгі табыс көзім Таразда бар тұғын. Сол себепті студент, ақша жоқ деп айтпай қойыңыздар, хорошо? Мен Таразда жұмысым бар еді, соны тастап мен осында келдім. Түсінікті. Жоқ, енді қазір сіздегі Таразда жұмысыңыздан тоқтайды. Қазір бізде жарнама. Тосыннан келген сыйлық. Жанардың гүлі.